құрметті көрермендер, бүгін біз медицина саласында еңбек етіп, үлкен жауапкершілікті арқалап жүрген Мағираш Мұстафа қызымен сұхбаттасуға келдік. Бұл кісі қазіргі таңда Нұрлап клиникасының басшысы болып табылады. Мен өзіңізді көрермендерге таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ма? Барлықтарыңызды біріншіден келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жылда әрбір Қазақстан азаматына денсаулық тілеймін. Өте қуаныштымын бүгін менен келіп сұхбат алып жатқандарыңызға. Әрине медицина саласында жұмыс жасап жүргеніме қазіргі таңда 19 жылдай уақыт болды. Мен өзім Асфендияров атындағы медициналық университетін 2006 жылы аяқтап, содан кейін учаскелік терапевт дәрігер болып жұмысты бастадым. Кейіннен бөлім меңгерушісі, бас дәрігердің орынбасары болып жұмыс жасадым. Қазіргі таңда Нұрлап клиникасының басшы қызметін атқарудамын. Рахмет. Бірінші сұрағымызға келетін болсақ, жалпы басшы болу сізден қандай жауапкершіліктерді талап етеді? Басшы болу қазіргі таңда ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Себебі ең біріншіден науқастың өміріне біз жауаптымыз. Сапалы медициналық көмек көрсетуіміз керекпіз. Науқастың қауіпсіздігі ең бірінші орында деп айтқым келеді. Сонымен қатар жұмысшылармен, яғни әріптестеріммен де жұмыс жасау үлкен жауапкершілікті талап етеді. Рахмет. Ұжыммен жұмыс жасауда ең маңыздысы не деп ойлайсыз? Сіздердің араларыңызда осы ұжымда келіспеушіліктер болып тұра ма? Әрине, ұжыммен жұмыс жасау ең біріншіден сіз жұмысыңа сабырлы, адал болуың керексің. Әрбір әріптеске, яғни дәрігер болсын, мейірбике болсын, оларға біз әркімнің өзінің атқаратын қызметі болады. Соған әрбір қызметкер жауапкершілікпен қарау керек. Ең біріншіден сапалы медициналық көмек көрсету деп жатырмыз. Сондықтан сапалы медициналық көмек көрсету үшін әрбір медицина қызметкері өзіне жауапкершілікті үлкен артады. Шешім ұжымға және де әр шешім ұжымға және де пациенттерге әсер етеді. Сондықтан әділ болу керек, сабырлықпен жұмысты атқару керек деп білемін. Қазіргі таңда медицина саласында қандай өзгерістер байқап отырсыз? Қазақстанның медицинасына көңіліңіз тола ма? Қазақстанның медицинасына әрине көңілім толады. Қазіргі таңда енді бізде жаңа технологиялар дамуда Қазақстанда. Сонымен қатар жасанды интеллекттар қазіргі таңда стационарларда әртүрлі операциялардың өзі жасалып жатыр. Сондықтан өзгерістер көп медицина саласында. Әйел адам үшін басшылық қызметтің қиындығы бар ма? Негізінде халық айтады ғой, ер адамдарға карьерасын жақсы етіп дамыту оңайырақ әйелдерге қарағанда деп. Енді әрине үлкен жауапкершілік қой ол. Әйел адам болсын, ер адам болсын, сондықтан енді әйел адам айтады ғой қазақта, бір қолымен бесікті тербетеді, бір қолымен әлемді тербетеді деп. Сондықтан әйел адам үйдің де, жұмыстың да қызметін атқарады. Жауапкершілікпен атқару әрбір Қазақстан азаматының борышы деп білемін. Қазіргі таңда байқасақ, медицина күннен күнге дамуда, жаңа технологиялар пайда болып, жаңа бір деңгейге жетіп жатқан медицинамыз. Және де осы үлкен конкуренцияда өзіңізді дамытып отыру үшін неге көңіл бөлесіз? Қазіргі таңда сұранысқа ие маман болу үшін. Енді сізбен толықтай келісемін. Қазіргі таңда медицинада біздің Алматы қаласында конкуренция өте жоғары. Сізбен келісемін. Қазіргі таңда Алматы қаласының өзінде 85-тей емхана жұмыс жасайды. Сондықтан әрбір сотрудникті, яғни әрбір жұмыс жасап жатқан медицина қызметкерлі үнемі оқу керек, білімін жаңартып отыру керек. Сондықтан
сотрудниктардың білімін жетілдіру мақсатында біз жаңағы оқуға жіберіп отырамыз. Жаңағы Қазақстан ғана емес, сонымен қатар басқа да мемлекеттерге шығады білімін жетілдіріп. Қорытындылай келе, өз пациенттеріңізге айтар басты тілегіңіз? Мен айтатыным пациенттерге, қазақта айтады ғой, ден саудың жан сау деп. Сондықтан әрбір Қазақстан азаматы өз денсаулығына өзі жауапты деп айтқым келеді. Қазіргі таңда мысалға біздің денсаулық сақтау министрлігінің бұйрықтары бар. Мысалға айтатын болсақ, скринингтік тексеру дейді. 30 жастан бастап жаңағы жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларын алдын алуға, қант диабетінің, глаукома, сонымен қатар онкологияның өсуіне байланысты жаңағы жатыр ісігі, сүт безінің ісігі, және тоқ жүректің жаңағы ісіктерінің алдын алу мақсатында скринингтік тексерулерден өтеді. Сондықтан әрбір Қазақстан азаматына айтқым келеді, биылғы жылы қыркүйек айынан осы бұйрықта өзгеріс болды. Бұрында сақтандырылған науқастар ғана өте алатын болса, қазіргі таңда барлық науқастарға бұл скринингтік тексеру қолжетімді. Сондықтан барлық Қазақстан азаматтарына айтатыным, жаңағы жылына бір рет келіп тексеруден өту әрбір Қазақстан азаматының борышы деп санаймын. Өз денсаулықтарына әркім өзі жауапты. Сондықтан емханаға келіп тексерістен уақытылы өтіп отыру керек. Сонда аурудың асқынуы болмайды. Егер сіздер жылдық тестілеуден, яғни чекаптан өтпеген болсаңыздар, Нұрлап клиникасына келіп өте аласыздар. Бұл жерде қолжетімді бағалар көрсетілген.